Дүние. Мынау салют мәселесі. Жалпы өздеріңіз білесіздер, пиротехникалық бұйымдарды елді мекендерде қолдану бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 436 бабымен әкімшілік шараға тарту көзделген. Бұл пиротехникалық бұйымдар егер мұндай жеке тұлғалардың тыныштығын, белгіленген тәртіпті бұзатын және материалдық залал келтіруге әкеп соқпаған, елді мекендерде және бұл үшін бөлінбеген орындарда пиротехникалық бұйымдарды қолдану, пиротехникалық бұйымдарды тәркілеуге және 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған адам жасаған әрекет пиротехникалық бұйымдар тәркіленіп, ата-анасына немесе оларды алмастыратын адамдарға ескерту жасауға, немесе 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін 1 жыл ішінде қайталап жасалған, сол сияқты осы кодекстің 437 бабында көзделген құқық бұзушылық үшін 1 жыл ішінде әкімшілік жауаптылық тартылған адам пиротехникалық бұйымдар тәркіленіп, 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Сонымен қатар, осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 437 бабымен де мынау тұрғындардың кешкі 22:00-ден таңғы 9-ға дейін тыныштығын бұзу бойынша да әкімшілік шара көзделген. Бұл жерде 100 айлық есептік көрсеткіш ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 30, жеке тұлғаларға 5, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 20 айыппұл айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. Егер 1 жыл ішінде қайталанатын болса, жеке тұлғаларға 10, кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық ұйымдарға 40, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 60, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Полиция үнемі жұмыс істеп отыр. Дегенмен, осы алаңшаны пайдаланып, мен қала тұрғындарынан өтініп сұрағым келеді. Біреудің баласы жас болуы мүмкін, біреудің тісі ауруы мүмкін, біреудің басы ауыры, күндіз ұйықтамаған болуы мүмкін, немесе біреу тәуліктік сөткелік жаңағы кезегін атқарып келіп демалып жатқан болуы мүмкін. Біз жеке басымызды ғана ойламайық та. Біз көпшілікті, тұрғындарды, соларға жаңа қаламыздың қолайлы болуын ойлауымыз керек. Осы тұрғыда да мен қайталап айтайын, бірінші бұл жерде ардың ісі, ұяттың ісі, адамда ұят болу керек, бұзбауы керек. Екіншіден, ондай жаңағы бұзуға барған жағдайда міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады.